Баршаңызға сәлем достар. Соңғы кезде менің каналымда көптен бері видео шықпай кетті. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Келесіде видеоларды тез шығарып тұруға тырысамын. Соңғы кезде комментарийде жазып жатсыздар, яғни Excel бағдарламасы туралы және PowerPoint бағдарламасы да туралы видео түсірсеңіз деп. Сол комментарийларды ескере отырып, мен бүгінгі сабақтан бастап осы Excel бағдарламасында Wordпен қоса түсірейін деп шештім. Яғни біз осы Excel бағдарламасын бүгіннен бастап үйренуді бастаймыз. Excel бағдарламасы Microsoft Office топтамасына кіреді, яғни бұл жерде біз таблицалармен жұмыс жасаймыз. Бұл бағдарламаны көптеген ірі компаниялар өзінің жұмыстарын жүргізуде пайдаланады, яғни бұл жерде ірі көлемдегі есептеулер және бухгалтерлік учеттар немесе жылдық, айлық отчеттарды осы бағдарламамен жасайды. Осымен теорияны тоқтатып, практикаға көшейік. Яғни сіздер Excel бағдарламасын ашқан кезде сіздерде осындай терезе пайда болады. Бұл жерде бізде Excel бағдарламасында, яғни пустая книга деп шығып тұрады. Осы біз таблицаны ашу үшін пустая книганы басуымыз керек. Сосын бізде осындай терезе шығады. Excel бағдарламасының интерфейсіне келетін болсақ, бұл жерде сол Word'тың интерфейсіне ұқсас. Яғни ең жоғарыда бізде документтің атауы, яғни мына жерде книга 1 Excel стандартты аты берілген. Книга 1-ді осы атауды өзгерсек те болады. Бұл жерде документтің сол жақ жоғарғы бұрышында кішкене жаңағыдай командалардың батырмалары орналасқан. Мысалы, мына жерде документті сақтау, немесе әрекетті артқа қайтару, немесе сол қайтарылған әрекетті қайтадан орнына келтіру, немесе оның қасында мынандай стрелкаде тағы да басқа да, мысалы быстрая печать, принтерге парақ жіберіп шығару деген сияқты осындай параметрлерді қоссақ болады. Ал оң жақ жоғары бұрышта сол барлық бағдарламалардағыдай бағдарламаны жабу, немесе терезені кішірейту, немесе бағдарламаны бізден уақытша жасырып қою, яғни свернуть. Және оның қасында бізде Word'та айтып өткендей, автоматически скрывать ленту, показать вкладки и команды деген 3 параметр бар. Автоматически скрывать ленту дегеніміз бізде жаңағы орналасқан вкладкаларда инструменттердің барлығын жасырып тастайды. Бізге тек қана жаңағы таблицаны ғана көрсетеді. Оларды қайттан шығару үшін мына жерде тұрған 3 точканы басамыз. Сөйтіп бізге барлық командалар осы жерге қайттан артқа қайтарылады. Бірақ біз керек инструментті таңдап қайттан ячейкаға көшетін болсақ, бізде инструменттеріміз қайттан жоғарыға жасырынып қалады. Екіншісі показать вкладки. Бұл жерде тек қана вкладкалардың аттары көрсетіліп тұрады, бірақ инструменттер бізден жасырын түрде болады. Кез келген вкладканы бассақ, оның ішіндегі инструменттерді көре аламыз. Яғни соның ішіндегі кез келген инструментті таңдап қайтадан ячейкаға көшетін болсақ, бізден инструменттер қайттан жасырынып қалады. Үшінші параметр ол показать вкладки и команды. Яғни барлық инструменттер, вкладкалар бізге көрініп тұру керек. Енді біздің ең басты Excel'дегі жұмыс істейтініміз ол электронды кесте. Яғни мына жерде таблица, үлкен таблица орналасқан. Таблицаның бір төртбұрышын, яғни мынау таңдалған төртбұрышты ячейка деп айтады орысша, яғни қазақша айтқанда ұяшық. Яғни бір төртбұрыш, бір ұяшық. Яғни кез келген ұяшықты осылай басып таңдасақ болады. Сол ұяшықты таңдау арқылы біз оның ішіне сандарды жазсақ болады, формулаларды жазсақ болады, немесе сөздерді жазсақ болады. Бұл жерде біздің ұяшықтар бағандар және жолдар арқылы орналасқан. Бағандар латын алфавиттері бойынша берілген, ал жолдар кәдімгі сандар бойынша берілген. Барлық максимальный жолдың саны бұл Excel бағдарламасында 1,048,576. Ал бағандар бізде X, F, D деген әріпке шейін барады. Мысалы, мына жерде A, B, C, D деп әріптер кетеді. Сонымен ол Z-ке барған кезде, алфавит аяқталған кезде, одан кейін бізде тағы да бір буква қосылып AA, яғни AA, AB, AC, AD деп осылай кете береді. Біз ұяшықты таңдаған кезде ол ұяшықтың координатасы бізде көрсетіліп тұрады. Яғни қазіргі осы ұяшық бізде A1, A бағанының және бір жолының қиылысында орналасқан. Және басқа ұяшықты таңдайтын болсақ, бұл бізде B бағанының екінші жолында орналасқан, яғни B2.
Тағы да басқа жерде таңдайтын болсақ, Е бағанының 4-ші жолында орналасқан. Сонымен бізде ұяшықтардың атауы осылай координата бойынша беріледі. Және бізде Excel'дің асты жағында мына жерде бізде электронды кестенің саны орналасқан. Қазір бізде тек қана бір ғана лист бар. Оның қасына тағы да лист қосу үшін мынау қасына тұрған плюсті басамыз. Сосын бізге екінші лист пайда болады. Яғни бізде мына жерде бұл бірінші кесте. Яғни бұл жерде мысалы қарастыратын болсақ, қаңтар айының отчетын жазсаңыз болады. Сосын екінші листке ақпан айының отчеттарын жазсаңыз болады. Яғни сол сияқты барлық айдың немесе аптаның отчеттарын осылай лист қылып бөліп қоюға болады. Әр лист өзінің жаңағыдай жазылған значениелерін өзінде сақтайды. Осы сияқты көптеген листті мына жерге қоса берсек болады. Керек емес листтерді осы лист деген жерге барып, үстінен мышканың оң жақ батырмасын бассаңыз, удалить деген параметр шығады. Сол удалитті бассаңыз, керек емес листтерді удалить етпестауға болады. Сосын бізде вкладкада инструменттер панелі орналасқан. Яғни бұл жерде әр панельде өзінің астында жазылып тұр, қандай панель, қандай қызмет атқаратыны туралы. Мысалы, мына жерде шрифт панелінде біз тек қана әріптің көлемін кішірейтіп, түсін өзгертіп, немесе басқа да шрифттерді бере аламыз. Оның қасындағы выравнение деген панельде біз әріптің орналасуын және ара қашықтығын өзгерте аламыз. Және де сол сияқты үшінші число, бұл жерде біз санмен жұмыс істейміз. Санның процентін, яғни бөлшектен кейін неше сан көрсету керек деген сияқты көптеген жаңағыдай өзгертулерді жасай аламыз. Ендеше осымен осы видеоны аяқтаймыз. Яғни бүгінгі сабақ Excel бағдарламасының интерфейсімен танысу болатын. Келесі сабақта біз уже есептерді шығарып, басқа формулаларды қолдануда барлық нәрселерді үйренетін боламыз. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазу арқылы менің каналыма қолдау көрсетесіздер. Яғни сол арқылы мен өзімнің жұмысымның басқаларға пайдасы тиіп жатқанына өте қуаныштымын. Келесі сабақтарда кездескенше қош сау болыңыздар.